Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі біз енді сұрақ қоюды үйренеміз. Осыны сен мысалға мұғалімсің ба, ол дәрігер ма деген сияқты қылып сұрақ қоятын кезде біз қалай істейміз? Ол кезде дәл осы сөйлемдер тұр. Міне қарасаңыз, I am teacher, she is doctor, you are student деген сияқты. Осы жерде біздің жаңағы мынау am, is, are деген көмекші етістіктерімізді мынаның сөздің алдына шығарамыз. Мынаны үшеуін алдына шығарып жібереміз. Сол кезде сөйлем құрастырамыз былай. Мынаны алдына шығарған кезде am деп бастаймыз енді. Am I teacher? Мен мұғаліммін ба деген сұрақ қойылды. Ал мына жерде is'ді шығарған кезде біз енді is'ден бастаймыз. Is she doctor? Ол дәрігер ма деген сұрақ қоямыз. Ал мына жерде are шығарған кезде Are you student? Are you student? Сен студентсің ба деген сұрақ қойылды. Мына үшеуінде де мен am, is, are алдына шығарып жібердім. Осылай сұрақ қоямыз. Енді осы сұраққа жауап беретін болсақ, мысалға, is she doctor? Ол дәрігер ма? Деп сұраған кезде басқа адам қалай жауап береді? Я, ол дәрігер деп қалай айтамыз? Yes, she is дейміз. Yes, she is, ол дәрігер деген қысқаша жауап. Мынау short answer деп аталады, қысқаша жауап. Немесе no, she isn't дейтін болсақ, жоқ, ол ондай емес, ол дәрігер емес деген мағынаны білдіреді. Мынау бізде қысқа жауап. Are you student? Сен студентсің ба деп сізден біреу сұраса, сіз қалай жауап бересіз? Я, мен студентпін. Yes, I am. Біз айдан кейін am қолданамыз. Жоқ, мен студент емеспін. Мен мысалға жұмыс істеймін. No, I am not. Жоқ, мен студент емеспін деген қысқа жауап білдіреді.